Мұхамеджан Тынышпаев. Мұхамеджан Тынышпаев Алашорда қозғалысының негізін салушылардың бірі. Алашорда үкіметінің мүшесі және оның төрағасының орынбасары. Тарихшы, ғалым, Қазақтан шыққан тұңғыш теміржол қатынастарының инженері. Мұхамеджан Тынышпаев 1879 жылы 12 мамырда Жетісу облысы Мақаншы Садыр болысының Лепсі уезі Ешкі Өрмес тауының маңайында өзінің шежіресіне жазылғандай Жылантау деген жерде, яғни қазіргі Жетісу облысы Қабанбай ауданында дүниеге келген. Тынышпаев өзінің кішкентайынан оқуға деген құштарлығының арқасында ол 10 жасында Верныйдағы ерлер гимназиясының 2-ші даярлық сыныбына оқуға түседі. Және жылдан жылға 1-ші дәрежелі марапатпен көшіп отырған ол осы гимназияны жақсы алтын медальмен тәмамдайды. 1905 жылы өткен Автономияшылар одағының ұйымының ұйымдастыруымен өткен съезге қатысып, онда ол баяндама жасайды. Баяндамасында ол қазақтардың жер мәселесі аса сөзсіз маңызды, үкіметтің нені көздеп отырғаны белгілі. Біріншіден, қазақтарды дербес ұлт ретінде жойып қана қоймай, бүкіл өлкені орыстандыру. Екіншіден, ата қоныстарынан айыру. Үшіншіден, қазақтарды қауқарсыз тобырға айналдыру. Бұл неткен қанқұйлы зымиян әрекет десеңші, деп өткір сөйлейді. Ол осы кезден бастап қоғамдық саяси өмірге белсене атсалыса бастайды. 1926 жылы Тұрар Рысқұловтың тікелей ықпал етуімен Түркістік темір жолын салуға қатысады. Онда ол бас инженер маман ретінде тағайындалады. Тынышпаевтың алғашқы зайыбы Гүлбахрамнан Фатанат Бану, Дина, Ескендір атты балаларын сүйген. Мамандығы дәрігер Гүлбахрам 1922-23 жылдары қазақ ауылдарын қынадай қырған санитарлық обаға қарсы қосында жүріп көз жұмады. Гүлбахрам дүниеден өткен соң 7 жылға уақыт үйленбей, өзінің балаларына қарайласқан. Мұхамеджан Тынышпаев 1930 жылы Құмық қыз Амина Шейх Алимен көңіл жарастырады. Олардың отбасында 1931 жылы Дәулет атты балалары дүние есігін ашады. Ата-анамның отбасылық өмірі көпке созылған жоқ. Олар 1930 жыл сәуір айында үйленген. Мен туғанда әкемді тұтқындап алып кетіпті. Әкемді түрмеде жатқан әкем шешеме құжаттарын толтырар кезде атын Дәулет деп қойыңдар, фамилиясын Шейх Али деп қойыңдар деп айтыпты. Осы ақылды тыңдаған анам құжаттарымды тура солай толтыртыпты. Сонымен құжат бойынша атым Дәулет, фамилиям Шейх Али, туған жерім Алматы, туған жылы 1931 жыл деп еске алады ұлы Дәулет. Мұхамеджанның дүниеден өткеніне тоқталатын болсақ, 1937 жылы 12 мамырда Түркістікті салып жатқан кезінде оны тұтқындап алып кетеді. Оған тап жауы буржуазияшыл ұлтшыл деген айып тағылып, 1938 жылы ату жазасына кесілген деп есептейді. Осылайда кей деректерде жазылған. Алайда Ташкент түрмесінің дәрігері Папов дәрігер Тынышпаевтың ауыр сырқатпен қайтыс болды деген актыны толтырған құжатты тауып алады. 1970 жылы Тынышпаевтың осы кезге дейінгі түрмеде жатқан және төгілген барлық абыройы 1970 жылы қайтадан өзіне қайтарылады. Аз уақыт өмір сүрсе де есімізде аты аңызға айналады. Қазіргі таңда Жетісу облысында көптеген кейбір аудандарда Тынышпаевтың есімі берілген, және Алматы қаласында 1-2 көшелерде Тынышпаевтың есімі берілген.